Саламатсыздар. Менің аты жөнім Кенжеханова Мейрамгүл Серіктайқызы. Мен Астана қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде физика пәнінен сабақ беремін. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы айналмалы қозғалыс, бұрыштық орын ауыстыру және жылдамдық, центрге тартқыш үдеу. Бүгінгі сабағымыздың жоспарымен танысып алайық. Бүгін біз мотивациялық әңгіме, мақсат қоямыз бүгінгі жаңа тақырыбымызға. Өткен тақырыпты өзектендіреміз, жаңа білім аламыз, үй тапсырмасы және сабақты қорытындылау жасаймыз. Сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттарын қарастырмас бұрын осы тақырыбымызға байланысты қисық сызықты қозғалыс туралы айта кеткенді жөн көріп отырмын. Күнделікті өмірде, техникада, табиғатта біз қисық сызықты қозғалыстарды үнемі кездестіреміз. Яғни біздің әрбір қозғалысымыз ол қисық сызықты қозғалысқа жатады. Сондықтан оқушылар осы қисық сызықты қозғалыс кезіндегі сипаттайтын физикалық шамалармен танысып, және оларды пайдаланып есептер шығара білу өте маңызды деп есептеймін. Енді бүгінгі сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттарына тоқтала кетейік. Дененің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысын түсіну және сипаттау, бұрыштық орын ауыстыруды радианмен көрсету, есептерді шығарғанда сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың арасындағы тәуелділік формуласын білу және қолдану, қисық сызықты траектория бойымен бұрыштық жылдамдықпен және үдеумен қозғалысты сапалы түсіндіру болып табылады. Енді осы оқу мақсаттарын пайдалана отырып, біз мынандай жетістік критерияларын сабағымызда тексеру үшін қолдана аламыз. Мысалы, егер дененің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысын түсіну және сипаттау оқу мақсатын тексергіміз келсе, яғни біз бұл жағдайда оқушыларды екі дағды бойынша тексере аламыз. Яғни бұл жерде білу және түсіну, қолдану. Сондықтан оқушылар оқу мақсатына жетті деп есептелінеді. Егер олар шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысқа мысалдар келтірсе және оны түсіндірсе, траекторияның кез келген нүктесінде модулі бойынша тұрақты жылдамдықпен қозғалысты көрсете білсе және жылдамдықтың бағытын көрсетсе, траекторияның кез келген нүктесінде центрге тартқыш үдеудің бағытын көрсетсе, онда осы оқу мақсаты бойынша оқу мақсатына жетті деп есептелінеді. Сонымен қатар, екінші оқу мақсатын қарастырайық. Ол сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың арасындағы тәуелділік формуласын білу және қолдану. Яғни бұл жерде білу және түсіну, қолдану дағдылары тексеріледі. Жиілік және период ұғымдарын білсе, сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдық арасындағы байланысты білсе, сызықтық және бұрыштық жылдамдықтардың өлшем бірліктерін білсе, сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың арасындағы тәуелділік формуласын пайдаланып есептер шығарса, яғни осы жағдайларда оқу мақсатына жеттік деп есептеуімізге болады. Енді өткен сабақта біз сіздермен еркін түсу үдеуін қарастырған болатынбыз. Яғни осы еркін түсу үдеуі бойынша білімімізді өзектендіріп алайық. Жалпы айқын еркін құлау ол вакуумда. Онда массаға, тығыздыққа және дененің формасына тәуелсіз барлық денелер бірдей құлайды. Яғни уақыттың кез келген мезетінде денелер бірдей жылдамдыққа ие болады. Және ол жылдамдық, лездік жылдамдық өзара тең деп есептеуімізге болады. Және денелер еркін құлайды деп есептейміз. Денелердің айқын еркін құлауын Ньютон түтікшесі арқылы бақылауға болады. Яғни ол ішінен ауасы сорылып шығарылған, ұзындығы 1 метр болатын түтікше. Ол түтікшенің ішінде құстың қауырсыны, бытыра және тығынды салатын болса, онда олардың бір мезгілде құлағанын көруімізге болады. Жер бетінде денелердің айқын еркін түсуі мүмкін емес, себебі ауаның үйкеліс күші әрекет етеді. Бұдан кейінгі талқылаулардың бәрінде еркін құлады деп есептейтін болсақ, яғни ол жерде ауаның кедергісі ескерілмейді деп есептейміз. Және денелердің еркін түсу үдеуі 9,8 метр секунд квадрат деп есептейміз. Денелердің айқын еркін құлауы бұл тең үдемелі қозғалыс.
Сондықтан теңі үдемелі қозғалыстағы барлық формулаларды еркін құлағанда, денелер еркін құлағанда қолдануға болады. Бұл жағдайда А үдеудің орнына еркін түсу үдеуінің мәнін пайдаланамыз, және ол тұрақты деп есептелінеді. Идеал құлау жағдайында жер бетінен бірдей қашықтықтағы денелер бірдей жылдамдықпен құлайды, және құлау уақыты да бірдей болады деп есептелінеді. Идеал еркін түсу кезінде денелер жерге шамасы бастапқы жылдамдықтың модуліне тең жылдамдықпен құлайды. Құлау уақыты денені лақтырған мезеттен бастап ең биік көтерілу нүктесіне жетіп тоқтағанға дейінгі уақытқа тең болады. Нақты жағдайдағы денелердің еркін құлауы. Егер біз нақты өмірдегі жағдайды қарастыратын болсақ, онда қарудан вертикаль жоғары оқ атылса, ауаның кедергі күшін ескерсек, кез келген биіктіктен еркін құлаған оқтың жылдамдығы 40 метр секундтан артық болмайды екен. Нақты жағдайда ауаның кедергі күші болғандықтан дененің механикалық энергиясы ішкі энергияға айналады. Нәтижесінде дененің максимал көтерілу биіктігі ауасыз кеңістіктегі қозғалыстағы биіктіктен төмен болады. Ал траекторияның кез келген нүктесіндегі төмен түсу жылдамдығы жоғары көтерілгендегі жылдамдықтан аз болады. Үйкеліс күшін ескерсек, дене еркін түсу үдеуімен тек қозғалыстың бастапқы мезетінде ғана қозғалады. Жылдамдық артқанда үдеу төмендейді, дене бір қалыпты қозғала бастайды. Тек жердің полюстарында ғана дене тек вертикаль бойымен қозғалады екен. Планетаның басқа орындарында еркін құлаған дененің траекториясы жер өз-өзінен айналатындықтан оларға Кориолис күші әрекет етеді де шығысқа қарай ауытқиды. Вертикаль жоғары лақтырылған денеге ол қайтып келмеу үшін берілетін минимал жылдамдық, ол екінші ғарыштық жылдамдық деп аталады, және оның мәні 11,2 км секундқа тең. Сабақтың басында айтып кеткендей, күнделікті өмірде траекториясы түзу емес қозғалыстарды өте жиі кездестіруге болады. Жалпы біз механикада білеміз, дененің қозғалыс траекториясына, жылдамдығына байланысты оларды бірнеше түрге бөлуге болады. Егер траекториясы түзу сызықты болатын болса, ондай қозғалысты біз түзу сызықты қозғалыс дейміз. Ал жылдамдығы тұрақты өзгермейтін болса, онда ол бір қалыпты қозғалыс деп аталынады. Енді біз мысалы күнделікті өмірімізде тіпті жұмыстан, мектептен үйге қайтқан уақытта, немесе жердің серіктерінің айналмалы қозғалысы, ғаламшарлардың әлем кеңістіктегі қозғалысын қарастырғанда, жауған жаңбыр тамшыларының қозғалысын қарастырған кезде, машиналардың, қандай да бір қондырғылардың әрбір бөліктерінің қозғалысын қарастырғанда, олардың траекториясы түзу сызықты емес екендігін көруімізге болады. Тіпті балалар өздері сүйіп ұнататын сырғанақтарды, американдық сырғанақтарды да қисық сызықты қозғалыстың бір мысалы ретінде қарастыруымызға болады. Сондай-ақ спорттық ойындарда, мысалы баскетбол ойнаған уақытта доптың қозғалысы да қисық сызықты траектория бойымен қозғалыс деп қарастыруға болады. Яғни траекториясы қисық қозғалысты қисық сызықты қозғалыс деп атаймыз. Енді Птоломей өзінің геоцентрлік жүйесін ұсынған кезде ол осы қисық сызықты қозғалысты шеңбер бойымен қозғалыс ретінде қарастырған болатын, және бұл қозғалыстың ең қарапайым түрі деп айтқан екен. Бірақ шын мәнінде қисық сызықты қозғалыс кезіндегі дененің координатасын бір ғана оспен анықтау мүмкін емес, сондықтан қисық сызықты қозғалысты ол күрделі деп есептеуімізге болады. Яғни біз қисық сызықты қозғалысты қарастырған кезде қандай да бір модельдерді таңдап алуымыз керекпіз. Мысалы, материалдық нүктенің қозғалыс траекториясы суретте көрсетіліп тұр. Яғни осы материалдық нүктенің траекториясына қарап отырып, біз оны бірнеше бөліктерге бөліп, түзу сызықты қозғалыс түрінде де қарастыруымызға болады. Яғни бұл жағдайда траекторияны өте бір-біріне жақын жатқан бірнеше бөліктерге бөлеміз.
және бұл әрбір бөліктің аралығында дене түзу сызықты қозғалыс жасады деп қарастыруға болады. Бірақ бұл өте күрделі және математикалық өте көп есептеулерді қажет етеді. Сондықтан біз қисық сызықты қозғалысты қарастырған кезде оны түзу сызықты қозғалыс болатындай бөліктерге бөлмей қоюымызға болады. Яғни біз оны шеңбер бойымен қозғалыстың бір түрі ретінде қарастыруымызға болады. Яғни шеңбер бойымен қозғалыста кез келген доғаның ұзындығын табу арқылы біз қисық сызықты қозғалысты сипаттай аламыз. Және шеңбер бойымен қозғалыс кезінде ол радиустары әртүрлі болатын бірнеше шеңберлер сызуға болады. Яғни біз осылардың бәрін жинақтай отырып мынандай қорытынды жасай аламыз. Қисық сызықты қозғалысты сипаттау үшін шеңбер бойымен қозғалысты сипаттап үйрену керек. Одан кейін қисық сызықты қозғалыс моделі ретінде шеңбер доғасының бойымен қозғалысты қарастырамыз. Қисық сызықты қозғалыс қозғалысты қарастырғанда ең бірінші біз лездік жылдамдықпен танысып алайық. Яғни лездік жылдамдық дегеніміз ол берілген нүктедегі дененің жылдамдығы. Мысалы, қазіргі сіздерде экранда суретте А және Б нүктесіндегі денелердің лездік жылдамдықтары көрсетілген. Жылдамдық ол бізде векторлық шама болғандықтан, оны вектор түрінде көрсетеміз. Енді қазір видеоны тамашалайық. Осы видеодан кейін ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Дененің қисық сызықты қозғалысын қарастырайық. Дене А нүктесінен Б нүктесіне дейін орын ауыстырсын. Дененің жүріп өткен жолы осы А, Б доғасының ұзындығы ретінде алынады. Ал дененің орын ауыстыруы А, Б қордасының бойымен бағытталған вектор ретінде алынады. Енді біз осы қозғалыс кезінде жылдамдық орын ауыстырумен үнемі бағыттас деп айта алмаймыз. Сондықтан біз А мен Б аралығын бірнеше хордаларға бөлеміз. Және ол хордалардың ұзындығын қысқартатын болсақ, онда жылдамдықпен қысқартатын болсақ және дененің орын ауыстыруы жүрген жолы осы хорданың ұзындығына тең деп алатын болсақ, онда жылдамдықпен орын ауыстырудың бағыттас екендігін көреміз. Ал егер бұл ара қашықтықты нүктеге дейін жақындататын болсақ, онда жылдамдық осы берілген нүктеге жанама бағытталғандығын көруімізге болады. Оны біз күнделікті өмірде пышақты қайраған кезде ұшқындардың ұшуы арқылы көреміз. Бұл ұшқындар бізде сызықтық жылдамдықтың бағытын көрсетеді. Сондай-ақ машинаның дөңгелегінен ұшқан балшықтар, отшашулар, ерте замандағы қаруларда сызықтық жылдамдықтың берілген нүктеге жанама түрде бағытталғанына мысалы бола алады. Біз түзу сызықты қозғалыс кезінде бір қалыпты қозғалыс деп тең уақыт аралықтарында дене бірдей орын ауыстырса, біз оны бір қалыпты қозғалыс деп қарастырамыз. Ал қисық сызықты қозғалыс кезінде дене тең уақыт аралықтарында бірдей бұрышқа бұрылатын болса, біз оны бір қалыпты қозғалыс деп қарастыруымызға болады. Қисық сызықты қозғалыста нүктенің лездік жылдамдығы шынында да жанама бойымен бағытталатындығын, мысалы қайрақтың жұмысын бақылап көз жеткізуге болады. Егер айналып тұрған қайрақты тасқа пышақтың ұшын қойсақ, тастан шығып шашыраған қызған бөлшектер ұшқын тәрізденіп көрінеді. Бөлшектер тастан бөлініп шыққан кезде қандай жылдамдық алса, сондай жылдамдықпен ұшады. Ұшқындардың шығу бағыты пышақтың тасқа тиіп тұрған нүктесінде шеңберге жүргізілген жанама бойымен бағытталатынын көруге болады. Сол сияқты сазға батқан автомобильдің доңғалағы астынан ұшатын саз балшықта шеңберге жанама бойымен бағытталады. Енді осы лездік жылдамдықты анықтайық. Яғни ұшқындардың қайрақ қандай жылдамдық берсе, ұшқындар дәл сондай жылдамдық алатыны сияқты, яғни ұшқындардың әрбір ұшқынның жылдамдығы олар модулі бойынша өзара бір-біріне тең деп айтуымызға болады. Бірақ жылдамдық бізде векторлық шама болғандықтан, векторлық шама ол тек қана сан мәнімен, яғни модулімен ғана емес, сонымен
бағыттар бағытымен де анықталады. Яғни олардың модульдері тең болғанымен олардың бағыттары тең емес екендігіне көз жеткізуге болады. Яғни А нүктесіндегі V1 жылдамдықты В нүктесіне қарап көшіретін болсақ, онда біз жылдамдық модульдерінің бағыттас емес екендігін көреміз. Яғни осыдан біз жылдамдықтың өзгерісін анықтай аламыз. Жылдамдықтың өзгерісін табу үшін В нүктесіндегі жылдамдықтан А нүктесіндегі жылдамдықты азайтамыз. Егер осы жылдамдықтың теңдіктің екі жағындағы да жылдамдықты уақытқа бөлетін болса, онда біз төмендегідей формуланы алуымызға болады. Ал енді бұл жердегі жылдамдықтың уақытқа қатынасы, яғни өзгерісі, ол бізде жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын үдеуге тең екендігін анықтай аламыз. Яғни бұл жерден біз жылдамдықтың өзгеруін бағытының өзгеруін үдеу арқылы сипаттай аламыз. Яғни жылдамдықтың модулі тұрақты болғанымен оның бағыты үнемі өзгеріп отырады. Сондықтан біз қисық сызықты қозғалыс кезінде лездік жылдамдықпен бірге үдеуді де анықтауға тырысамыз. Яғни мынандай қорытынды жасауымызға болады. Қисық сызықты қозғалыс, қисық сызықты траекториямен қозғалыс, ол үдемелі қозғалыс. Осы үдеудің физикалық мағынасы ол жылдамдық вектор үнемі өз бағытын өзгертіп отырады. Яғни осы жылдамдықтың бағытын өзгеру шапшаңдығын сипаттайды. Енді осы үдеуді анықтауға тырысайық. Ол үшін шеңбердің бойында жатқан А және В нүктелерін аламыз. Егер осы екі нүктенің арасы өзара бір-біріне жақын болса, яғни ара қашықтығы аз болған уақытта А-В арасындағы доғаның ұзындығы, яғни S орын ауыстыруға тең деп айтуымызға болады. А нүктесіндегі жылдамдықты, лездік жылдамдық векторын Б нүктесіне апарып көшіретін болса, онда жылдамдықтардың өзгерісі дельта В-ның шеңбердің центрына қарай бағытталғандығын көруге болады. Бұл жерде А және В нүктелеріндегі жылдамдықтардың модульдері тең болғанымен олардың бағыттары тең емес екендігін көре аламыз. Енді осы үдеуді анықтау үшін біз мына екі үшбұрышты пайдаланайық. Яғни бұл жерде ұқсас үшбұрыштар болғандықтан біз кейбір мәндерді өзара бір-бірімен теңестіріп алуымызға болады. Яғни үдеу шеңбердің центрына қарай бағытталады, өйткені ол жылдамдықтың өзгерісі шеңбердің центрына қарай бағытталып тұр. Сондықтан қисық сызықты қозғалысы кезіндегі үдеуді центрге тартқыш үдеу деп атайды. Оның формуласы жылдамдықтың квадраты бөлінген радиусқа тең. Яғни осы формуланы қорытып шығарайық. Егер біз өзіміз таңдап алған екі үшбұрышты ұқсас үшбұрыштар деп алатын болсақ, онда дельта В-ның В-ға қатынасы екінші үшбұрыштағы орын ауыстырудың радиусқа қатынасы арқылы анықталады. Енді орын ауыстыру ол бізде жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең болады, және қандай да бір математикалық түрлендіру жасау арқылы біз жылдамдықтың уақыт бойынша өзгерісі жылдамдықтың квадраты көбейтілген R-ға тең екендігін ала аламыз. Ал енді жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама үдеу болғандықтан дельта В бөлінген дельта Т-ның орнына А үдеуді апарып қоямыз. Сонда центрге тартқыш үдеудің формуласын қорытып шығарды. Ол бізде жылдамдықтың квадраты көбейтілген R бөлінген R-ға тең екендігін анықтай аламыз. Енді қисық сызықты қозғалысты сипаттайтын шамаларымен танысайық. Дененің шеңбер бойымен қозғалысы кезінде ол дене осы радиустың бойында жатқан екі нүктені қарастырайық, А және В нүктелерін, және бұл денеміз сағат тілінің бағытымен бағыттас қозғалады деп есептейік. Сонда қандай да бір уақыт өткен кезде дененің жылдамдықтарының уақыт өткен кездегі дененің жылдамдықтарын салыстырайық. Егер қандай да бір уақыт өткен кезде дене А орнынан А штрих орнына, ал екінші денеміз Б орнынан Б штрих орнына орын ауыстырды дейтін болсақ, онда олардың жылдамдықтары А нүктесінің жылдамдығы, сызықтық жылдамдығы, Б нүктесіндегі сызықтық жылдамдығының үлкен екендігін көруімізге болады. Яғни осы жерде дене А нүктесінен А штрих нүктесіне қандай да бір белгілі уақыт аралығында орын ауыстыратын болса, онда осы орын ауыстыруды біз бұрыштық орын ауыстыру деп белгілейміз, немесе бұрылу бұрышы деп атаймыз, оны фи әрпімен белгілейміз. Енді бұрылу бұрышы фи әрпімен белгіленеді, оның өлшем бірлігі радиан. Бір период ішінде, яғни дене толық
бір айналым жасайтын болса, онда осы бұрылу бұрышы 2 пиға тең болады. Және оның өлшем бірлігі радиан деп айттық. Осы радиан дегеніміз не екенін қарастырайық. Радиан дегеніміз ол доғаның ұзындығы радиусқа тең болатын 2 радиустың арасындағы бұрыш. Қорытынды жасайық. Бір қалыпты айнымалы қозғалыс дегеніміз бірдей уақыт аралықтарында дененің тең бұрышқа бұрылуы. Сонымен қатар айналу периоды деген тағы да бір физикалық шаманы енгіземіз. Ол материалдық нүктенің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысы кезіндегі толық бір айналым жасауға кеткен уақыт. Айналу периодын табу үшін уақытты айналым санына бөлеміз. Периодтың өлшем бірлігі секунд. Сонымен қатар келесі өлшем физикалық шама ол айналу жиілігі деп аталады. Айналу жиілігі нью әрпімен белгіленеді. Ол бұл материалдық нүктенің берілген нүктенің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысы кезіндегі бірлік уақыт ішіндегі тербелістер саны. Ол периодқа кері шама, немесе оны айналым санын уақытқа бөлу арқылы да табуға болады. Жиіліктің өлшем бірлігі ретінде айналым бөлінген секунд, немесе секундтың -1 дәрежесі, немесе 1 герц деген өлшем бірліктер қолданылады. Сіздерге мындай сұрақ қойғым келіп тұр. Жердің өз-өзін және күнді айналу периоды мен жиілігі қандай? Қалай ойлайсыздар? Яғни жердің өз-өзін айналу периоды ол 24 сағатқа тең. Яғни жер 24 сағатта, яғни бір тәулік ішінде өз-өзін бір айналып шығады. Ал енді күнді айналу периоды ол жуық шамамен 365 тәулікке тең деп есептейміз. Ал айналу жиілігін табу үшін осы периодтың бірді периодтың мәндеріне бөлу арқылы табуымызға болады. Американдық астрономдар нейтрондық жұлдыздардың айналу жиілігінің өте үлкен екендігін анықтады. Ол 1 секунд ішінде 1120 айналым жасайды екен. Яғни бұл өте үлкен шама деп табылады. Сонымен қатар тағы да бұрыштық жылдамдық деген физикалық шаманы енгізейік. Шеңбер бойымен қозғалыс кезінде бұрыштық жылдамдықпен де сипатталады оның қозғалысы. Бұрыштық жылдамдықты омега әрпімен белгілейміз. Оны табу үшін осы бұрылу бұрышын бұрылуға кеткен уақытқа бөлеміз. Егер дене толық бір период ішінде қозғалыс жасады дейтін болсақ, онда бұрыштық жылдамдықты табу үшін бұрылу бұрышын уақытқа бөлеміз дедік. Ал бұрылу бұрышы толық бір айналым жасаған кезде 2 пиға тең, ал уақытты период деп алатын болсақ, онда омеганың формуласын алуымызға болады. Ол 2 пи бөлінген т-ға, немесе периодқа кері шама жиілік болғандықтан 2 пи нью формуласымен де табуға болады. Бұрыштық жылдамдықтың өлшем бірлігі радиан бөлінген секундқа тең. Енді сызықтық және бұрыштық шамалар арасындағы байланыстарды анықтайық. Мысалы, дененің шеңбер бойымен қозғалысы кезінде ол А нүктесінен қандай да бір уақыт ішінде фи бұрышқа бұрылды деп есептейік. Яғни осы фи бұрышқа бұрылған кезде ол А денесі қандай да бір доғаны сызып шығады. Яғни оның траекториясы доғаның ұзындығы түрінде алынады. Сол L-ді табатын болсақ, ол бұрылу бұрышын R-ға көбейткенге тең болады. Егер біз осы бұрылу үшін қандай да бір уақыт кетті деп есептейтін болсақ, онда теңдіктің екі жағында уақытқа бөлеміз. Яғни бұл жерде бізге таныс физикалық шамаларды алуға болады. Яғни жүрілген жолдың уақытқа қатынасы сызықтық жылдамдықты және бұрылу бұрышының уақытқа қатынасы бұрыштық жылдамдықты беретін болса, онда біз сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың арасындағы тәуелділік формуласын шығара аламыз. Енді осы дененің шеңбер бойымен қозғалысы және айтып кеткендей, ол кеңістіктегі жердің жасанды серіктерінің, жердің табиғи серігінің немесе ғаламшарлардың қозғалысын қарастыруымызға болады. Қисық сызықтық қозғалыстың бір мысалы ретінде, яғни біз осы жерден ұшырылатын геостационарлы орбитадағы серіктің қозғалысын да қарастыра аламыз. Геостационарлы орбитадағы серік ол жерден жуық шамамен 36 000 километр қашықтықта болады, және ол жердің экватор сызығына параллель ұшады. Оның жылдамдығы
3 километр секундқа тең болады жуық шамамен. Яғни геостационарлы серіктің, орбитадағы серіктің бір ерекшелігі ол жердің, оның айналу периоды жердің өз-өзін айналу периодына тең, яғни 24 сағатқа тең. Яғни ол геостационарлы орбитадағы серік үнемі жердің жоғарғы жағында тек қана бірақ нүктеде орналасады деп айтуға болады. 8-ші класста естеріңізде болса, осы геостационарлы орбитадағы серіктер бізге телекоммуникациялық байланысты жүзеге асыруға көмектеседі деп айтқан болатынбыз. Тағы да қисық сызықты қозғалыстың қызықты бір мысалы ретінде Резерфордтың планетааралық моделі туралы айтып кеткім кеп тұр. Яғни химия пәнінен де білесіздер, Резерфорд ол атомның моделін жасаған болатын, және ол атомның моделін планетаға ұқсас деп алған болатын, яғни күн жүйесіндегі планеталардың қозғалысына ұқсастандырып алған болатын. Яғни сутегі атомындағы электрондардың айналу жылдамдығы 2 миллион метр секундтан асады екен. Ал электрондардың осы кезде алатын үдеуі 10-23 дәрежесі метр секунд квадратқа жетеді. Яғни бұл өте үлкен шама. Енді бүгінгі сабағымыз бойынша біз негізгі формулаларды бір қайталап өтейік. Біз бүгін сіздермен қисық сызықты қозғалысты қарастырып жатырмыз. Ол траекториясы қисық болып келетін қозғалыс. Қисық сызықты қозғалысты сипаттайтын физикалық шамалар ол айналу периоды, айналу жиілігі, бұрыштық жылдамдық, бұрылу бұрышы. Сонымен қатар қисық сызықты қозғалыста бұрыштық жылдамдық арқылы біз сызықтық жылдамдықты анықтауымызға болады, және бұрылу бұрышы арқылы дененің жүрген жолын анықтауымызға болады. Яғни формулаларды қайталайтын болсақ, бұрыштық жылдамдық ол бұрылу бұрышының уақытқа қатынасына тең. Егер дене толық бір айналым жасайтын болса, бұрылу бұрышы 2π радианға тең болады, ал кеткен уақыт т периодқа тең болады. Орнына апарып қоятын болсақ, бұрыштық жылдамдықтың 2π бөлінген т-ға тең екендігін алуымызға болады. Егер жиілік периодқа кері шама деп алатын болсақ, онда бұрыштық жылдамдық 2π көбейтілген μ-ға тең екендігін көреміз. Сонымен қатар бұрыштық жылдамдық пен сызықтық жылдамдықтың арасындағы тәуелділікті анықтадық. Ол бұрыштық жылдамдықты радиусқа көбейткенге тең, және мәндерін орындарына апару арқылы біз сызықтық жылдамдықты радиуспен және периодпен өрнектей аламыз. Сол сияқты дененің шеңбер бойымен қозғалысы кезінде ол жылдамдықтың квадратын радиусқа тең бөлгенге тең екендігін анықтадық. Егер біз сызықтық жылдамдықты омега мен r-дің көбейтіндісі ретінде қарастыратын болсақ, онда центрге тартқыш үдеудің тағы да бір формуласын алуымызға болады. Ол омега квадрат көбейтілген r. Немесе омеганың мәнін орнына апару арқылы біз үдеудің формуласында қорытып шығара аламыз. Енді бүгінгі сабақ бойынша алған мәліметтер сіздерге қаншалықты маңыздылығы қаншалықты болғанын білу үшін бағдаршамды пайдалану арқылы біз өзіміздің алған білімімізді бағалап алайық. Қызыл мүлдем түсініксіз болса, қызыл түсті таңдаңыздар. Егер сабақта сабақ түсінікті, бірақ қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сары түсті алыңыз. Ал егер сабақ толығымен түсінікті болса, онда жасыл түсті таңдауыңызға болады. Әрбір сабақ ол бекіту тапсырмалары арқылы, бекіту тапсырмаларын орындау арқылы бұл сабақтағы бүкіл формулаларды, өткен бүкіл анықтамаларды қайталауымызға болады. Яғни қазір мен сіздерге бекіту тапсырмалары ретінде 5 сұрақтан тұратын тестті ұсынып отырмын. Бірінші сұрақ: қисық сызықты қозғалыстың мысалы қайсысы бола алады? Тастың құлауы, машинаның бұрылыста солға бұрылуы, спринтердің 100 метр қашықтыққа жүгіруі. Яғни осы сұрақтың жауабы қайсысы дұрыс деп ойлайсыз, соны белгілеп қоюыңызға болады. Екінші сұрақ: сағаттың минуттық тілі толық бір айналым жасады. Айналу периоды неге тең? Бұл жерде 3 жауап нұсқасы берілген: 60 секунд, 1 бөлінген 3600 секунд және 3600 секунд. Енді осы сұрақты бірге отырып орындайтын болсақ, минуттық тіл ол бір айналып шыққан уақытта 1 сағат уақыт
өтеді. 1 сағатты секундқа айналдыратын болсақ, ол 3600 секундқа тең. Үшінші сұрақ. Велосипед дөңгелегі 4 секундта толық бір айналым жасады. Айналу периоды неге тең? Жауап нұсқалары 0,25 Гц. Айналу, кешіріңіздер, мына жерде айналу жиілігін табу керек екен. 0,25 Гц, 4 Гц және 2 Гц. Яғни айналу жиілігін табу үшін ол айналым санын уақытқа бөлеміз. Яғни бір айналымды 4 секундқа бөлетін болсақ, 0,25 Гц деген жиілікті алуымызға болады. Төртінші сұрақ. Моторлық қайықтың білігі 1 секундта 25 айналым жасады. Біліктің бұрыштық жылдамдығы неге тең? Жауап нұсқалары 25 радиан бөлінген секунд, 1 бөлінген 25 радиан бөлінген секунд, 50 радиан бөлінген секунд. Бесінші сұрақ. Егер электр бұрғысының бұрыштық жылдамдығы 400 радиан бөлінген секунд болса, оның жиілігі қандай? Жауап нұсқалары 800 Гц, 400 Гц және 200 Гц. Енді біз сабақты бекіту ретінде қазір бірнеше есептер шығарамыз. Ол күрделілік деңгейлігі әртүрлі есептер, және бұл оқу мақсаты, мына оқу мақсатын тексеруге арналған, яғни есептерді шығарғанда V тең R омега көбейтілген R формуласын білу және қолдану. Бұл жерде басында айтып кеткендей білу және түсіну, қолдану дағдылары тексеріледі және жетістік критериялары көрсетілген, яғни жиілік пен период ұғымдарын білсе, сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдық арасындағы байланысты білсе, сызықтық және бұрыштық жылдамдықтың өлшем бірліктерін білсе, сонымен қатар сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың арасындағы тәуелділік формуласын есептеу шығару барысында қолданса, яғни осы оқу мақсатына жетті деп есептелінеді. Номері бірінші есеп, ол жердің жасанды серігінің орбитасының радиусын 4 есе арттырғанда, оның айналу периоды 8 есе артады. Жасанды серіктің орбита бойымен қозғалу жылдамдығы неше есе өзгереді? Яғни осы есепті шығару үшін біз өзіміз бүгінгі сабақта қарастырған формулаларды қолдана аламыз. Яғни бұл жерде бізге сызықтық жылдамдықты сұрап отыр. Яғни біз жылдамдықтарды салыстыруымыз керекпіз деп табу, есептің шарты бойынша жылдамдықтың неше есе өзгергендігін табамыз. Яғни бастапқы жылдамдықты соңғы жылдамдыққа бөлеміз. Егер біз жылдамдықты 2πr бөлінген Т формуласы арқылы анықтайтын болсақ, онда мәндерін орнына қою арқылы біз 2 деген санды шығарамыз. Яғни соңғы жылдамдық яғни 2 есе азайғандығын көруімізге болады. Соңғы жылдамдық бастапқы жылдамдықтан 2 есе азаяды. Бұл жерде радиус 4 есе артып тұр, ал айналу периоды 8 есе артып тұр. Орындарына қою арқылы осы мәнді аламыз. Екінші есеп. Сағаттың минуттық тілшесі секундтық тілшесінен 3 есе ұзын. Тілше ұштарының жылдамдықтарының қатынасын табыңдар. Яғни осы есепті шығару барысында біз сызықтық жылдамдықтың дене центрына, яғни айналып тұрған дене центрына қарай неғұрлым жақын болған кезде сызықтық жылдамдықтың мәні аз болатындығын көруімізге болады. Яғни бұл жерде де және бірінші есепте қолданғандай формуланы пайдаланамыз. Яғни минуттық тілшесі секундтық тілшесінен 20 есе, минуттық тілшесінің сызықтық жылдамдығы секундтық тілшесінің жылдамдығынан 20 есе аз екендігін көруімізге болады. Яғни айналып тұрған дененің центрына қарай жақын орналасқан болса, онда ол тепе-теңдік күйін сақтай алады деп айтуға болады. Өйткені ол жерде сызықтық жылдамдықтың мәні аз болады. Үшінші есеп.
электрофор машинасының кішкентай тегершігінің радиусы 8 см. Ол минутына 1200 айналым жасайды. Егер үлкен тегершігінің радиусы 32 см болса, онда айналу жиілігі қандай? Яғни бұл есепте бүгінгі өткен тақырыбымызды пайдаланамыз. Бұл екі тегершіктер олар бау арқылы бір-бірімен жалғасқандықтан, олардың сызықтық жылдамдықтарының мәні өзара бір-біріне тең болады. Ал егер сызықтық жылдамдықты ол бұрыштық жылдамдық пен радиустың көбейтіндісі ретінде алатын болсақ, онда мына формуланы қорытып шығаруға болады. Яғни радиусы оның бұрыштық жылдамдығына кері пропорционал екендігін көруімізге болады. Немесе радиусы айналу жиілігіне кері пропорционал екендігін көреміз. Осыдан екінші тегершіктің айналу жиілігі 300 айналым бөлінген минутына тең екендігін көреміз. Енді сабақ бойынша үй тапсырмасын берейік. Үй тапсырмасында тақырып бойынша анықтамаларды оқу және формулаларды жаттау, қисық сызықтық қозғалысқа мысалдар келтіру, шеңбер бойымен қозғалған дененің сызықтық жылдамдығы траекторияның кез келген нүктесіне жанама бойымен бағытталатындығын дәлелдейтін экспериментті жоспарлап келеді. Әрбір сабақ сайын рефлексия жасап отырамыз, яғни Конфуцийдің айтуы бойынша ол ақылды 3 жолмен табуға болады екен. Оның ең сенімдісі рефлексия деп аталынады, ең қарапайымы еліктеу, ал ең ащысы ол тәжірибе арқылы келеді дейді. Сондықтан біз қазір рефлексия жасау арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылап алайық. Егер сабақтағы өзіңіздің көңіл күйіңіз, өзіңіздің алған біліміңізді, мына адамдарды, талдың үстінде тұрған адамдарды бояу арқылы көрсетуіңізге болады. Бүгінгі сабағымызда пайдаланылған әдебиеттер: физика 9 сынып оқулығы, оның авторлары Башарұлы, Қазақбаева және тағы басқалары. Сонымен қатар есептер жинағы қолданылды және интернет урок.ру сайтындағы сабақтан материалдар алынды. Бүгінгі сабағымыз үшін рахмет, сау болыңыздар.